Сәлем достар, нөлден бастап ағылшын үйрену курсының 3-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біз алдыңғы 2-ші сабақта, естеріңізде болса, to be етістігін өткен болатынбыз, иә. Соның ішінде I am, you are деген етістіктерді өттік. Енді бүгін біз ол кезде болымды және болымсыз түрін өттік, ал бүгін енді сұрақ қоюды үйренетін боламыз. Мен қалай сұрақ қойып үйренемін, иә. Біз бұл to be етістігін үйренген кезде біз не айта аламыз? Мысалға, менің атым Назым, мен дәрігермін, немесе мен оқушымын, мен мұғаліммін деген сияқты сөйлемдерді құрастыру үшін, иә, мысалға, мен Қазақстаннанмын, немесе мен Алматы қаласынанмын деген сияқты сөйлемдерді құрастыру үшін бізге осы to be етістігі керек. Сондықтан да beginner бастауыш деңгейінің ең алғашқы грамматикасы осы to be етістігі болып табылады. Енді назар аударып қарасаңыздар, алдыңғы сабақта мен осы I am, анар, мен анармын деген ережелерді үйреткен болатынмын, иә. Енді бүгінгі тақырыпта біз сұрақ қойып үйренеміз. Дәл осы ережені қайтадан шығарып қойдым, өйткені сұрақ қою үшін бізге дәл осы I am, анар сөйлеміндегі am, to be етістігін осы I деген есімдіктің, иә, тек to be етістігін аламыз да есімдіктің алдына шығарып жібереміз. Сол кезде бізде сұрақ пайда болады. Шығарған кезде бізде мынандай структура шығады. Am I in class 2? Мысалға, міне, ең бірінші am-ді жазасыз, сосын барып I-ды жазасыз. Былай оқыған кезде көп адамдар айтады, мынау қате сөйлем сияқты дейді, бірақ негізі ол ереже бойынша дұрыс. Am I, мысалға, I am анар, am I анар, you are Али. Осы жерде де are to be етістігін не істейміз? You есімдігінің алдына шығарып жібереміз. Сол кезде are you Али деген сұрақ қойылады. Сен Алисың ба? Так, барлығында да сондай, астынан назар аударсаңыз, мына жерге am I in class 2? Мен 2-ші сыныптамын ба? деген сұрақ шығады. Және де екінші түрі are you Айша? Сен Айшасың ба? Иә? Сұрақ қойған кезде назар аударып қарасаңыздар, am, are екеуі сөйлемнің басына шығып кетті. Сол кезде бізде сұрақ қойылады. Ешқандай қосымша сөз алмайсыздар, тек қана осы to be етістігінің орнын ауыстырасыз, болды. Тек сонымен сұрақ қойылады. Енді ол сұрақты қойғасын бізде ол сұрақтарға жауап беруіміз керек. Ағылшындықтарда жауаптың екі түрі бар. Қысқа жауап бар, және де толық жауап бар. Қысқа жауап дегеніміз, я, мен сондаймын, жоқ, мен ондай емеспін деген жауап. Біз көбінесе қазақтар немесе орыстар, біз ондай қысқа жауап, толық жауап деп қолданбаймыз ереже бойынша. Бірақ ағылшындықтарда сондай ереже бар өздерінде. Мысалға, am I in class 2? Мен 2-ші сыныптамын ба? деп сұрақ қойса маған, мен қалай жауап беремін? Yes, you are. Я, сен сондайсың деген мына жердегі. Я, сен сондайсың, яғни сен 2-ші сыныптасың деген. Немесе, жоқ, сен 2-ші сыныпта емессің деп жауап беретін болса, no, you aren't. Естеріңізде болса, мынау aren't деген are not дегеннің қысқарған түрі. Біз алдында оны үйренген болатынбыз 2-ші сабақта. Сонымен қатар, are you Айша? Сен Айшасың ба? Yes, I am. Я, мен Айшамын. No, I am not. Жоқ, мен Айша емеспін. Бұл үйреніп жатқанымыз біздің қысқа жауаптар. Yes және no деп жауап беріп үйрену. Енді осымен біздің бүгінгі сабағымыз тәмам. Сіздерге үй тапсырмасына мына жердегі 2 жаттығуды беремін. Бұл жерде сіздер тұрған болымды сөйлемді сұраққа айналдыруларыңыз қажет. Сұраққа айналдыру үшін тағы да бір қайталап өтейін. To be етістігін I, you есімдіктерінің алдына шығарып жібереміз. Ал сіздерге сәттілік. Goodbye. See you next time.